Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қалдарыңызда Айнұр Артықбай қызы. Бүгінгі тақырып дәрет алу болады. Яғни намазға біз дәрет аламыз, бой дәретін аламыз, тақарат аламыз. Сол жайында болады. Себебі менен көп қыз келіншектер сұрап жатыр. Осы дәретті толығымен өтсеңіз деп. Мен бүгін осы видеоның өзі біраз жерге барып қалады. Келесі сабақта мен таяммум сабағын тақырыбын өтетін боламыз. Таяммум деген условия жоқ жерде қалай дәрет аламыз. Соның Аллах Тағала бізге исламда жеңілдіктер беріп қойған. Соны өтетін боламыз. Бүгінгі тақырып осы тек дәрет алу намазға. Онымен қоса біз дәретті не бұзады, сосын сүннеттерін, фарыздарын өтетін боламыз. Яғни дәрет алу дегеніміз намазға дайындық ретінде тазалану, дене мүшелерін жуу дегенді білдіреді. Түсіндік қой? Намазға дайындық, дене мүшелерін жуу дегенді білдіреді. Тазалану. Дәрет алу өз алдына сауапты іс дейді. Ол туралы Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деген: мұсылман адам дәрет алып бетін жуғанда көзінің барлық күнәлары дәрет суымен немесе судың соңғы тамшыларымен ағып кетеді дейді. Түсіндік қой? Бетімізді жуғанда көзіміздегі, енді біз күнәларға көп қарап жібереміз ғой. Мысалы, телевизор бар, интернет бар, көшеде жалаңаш қыздар немесе еркектер, соларға қарап, оның барлығы көз зинасы да бар арасында міндетті түрде болады ол. Солың барлығына Аллах Тағала қарама деген нәрселерге қарап қоямыз. Соның барлығы күнә болып бізге жабысады. Соны Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып тұр: дәрет суымен жуынатын болсаңыз, яғни намаздың дәретімен, сол кезде көзіңіздегі жаңа күнәлардың барлығы сол сумен немесе судың соңғы тамшыларымен ағып кетеді дейді. Егер қолын жуса, қолымен істеген әрбір күнәсі дәрет сумен, яғни судың соңғы тамшысымен жуылып кетеді. Егер аяғын жуса, басқан күнәлары шайылады дейді. Осылайша мұсылман кісі дәрет алу арқылы тәнін ластықтан, жанын күнәдан тазалайды дейді. Дәрет алудың өзі бір ғибрат, бір керемет. Біз намаз оқымай, намазға бара жатып, дәрет алып, уже Аллах Тағала біздің күнәларымыз сол сумен шайып жатыр. Не деген ислам діні керемет, не деген Аллах Тағала мейірімді, бізге сондай исламның жеңілдіктері өте көп. Барлық жерде сауап. Мияқта сауап, мияқта сауап, мияқта сауап, мияқта сауап. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сахабалары: қиямет күні сіз бізді сонша көп халықтың арасынан қалай танисыз деп сұрайды. Сонда Алланың елшісі Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай жауап береді: ол күні сендерде басқа үмбеттерде болмаған бір белгі болады дейді. Ол қандай белгі? Сендер менің алдыма келгенде үнемі дәрет алғандықтан маңдайларың мен қол аяқтарың нұрланып тұрады дейді. Яғни қиямет күні Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмбеті, яғни иншалла біз ертең қиямет күні дәрет алғандықта, дәрет алған жеріміздің барлығы нұрланып, содан кейін Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдына барады екенбіз. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сонша елдің арасынан бізді танып алады екен. Иншалла. Соған Құдай тағалам жеткізсін. Және де сондай-ақ сүйікті Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деген: кімде-кім әмір етілгендей дәрет алып намаз оқыса, өткен күнәлары кешіріледі деген. Намаз оқып, намаздың дәреттерін алып, және намаз оқып, сол бізге қалай дәрет алу ұсынылған, соны дәретімізді алып, намаз оқу қалай ұсынылған, сол намазды оқысақ дейді Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр, күнәлары кешіріледі, өткен күнәлардың барлығы кешіріледі дейді. Дәретпен орындалатын құлшылықтың түрлері, яғни дәретпен біз не істей аламыз? Біріншіден намаз оқимыз, екіншіден қағбаны тауап ету, үшінші Құран кәрімді ұстау және оқу дәретпен. Яғни бұның барлығы дәретсіз істеуге болмайды. Яғни намаз оқуды, қағбаны тауап ету,
Құран кәрімді ұстау және оқу дейді. Бұны дәретсіз біз істей алмайды екенбіз. Дәреттің парыздарына келдік енді. Аллахтың бізге берген парыздары. Маида сүресінің 6 аятында: «Ей иман келтіргендер, егер намазға тұрсаңдар, беттеріңді шынтақпен қоса, қолдарыңды жуыңдар, бастарыңа масих тартыңдар, аяқтарыңды қызыл асықтармен бірге жуыңдар» делінген. Демек аятта дәреттің 4 парызы айтылған дейді. Оны қазір өтетін боламыз. Яғни бетті жуу, екінші рет қолды шынтақ және білекпен бірге жуу. Мына жерге дейін, бойынан жуамыз. Және де үшінші, бастың 4-тен бөлігіне масих тарту. Білеміз, қалай масих тартатынын. Аяқтарын қызыл асығымен бірге жуу. Оны түсініп тұрмыз. Бұл парыздардың біреу орындалмаса, дәрет дұрыс болмайды дейді. Есімізге сақтап алайық. Дәреттің сүннеттеріне келдік. Сүннеттері. Сүннет деген Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам парызға қосып істеген амалдары. Сүннет амалын істеу көптен күнәлардан арылтып, молырақ сауап алуға септігін тигізеді дейді. Бұл сүннетті түсіндіріп жатыр. Сүннет дегеніміз не? Сүннет Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам парызға, Аллахтың бізге берген парызға қосып істеген амалдары дейді. Сүннет амалын істеу арқылы көптеген күнәлардан арылтып, молырақ сауап алуға септігін тигізеді дейді. Дәрет алу барысында төменде көрсетілген амалдарды істеу сүннет сауабын алуға көмектеседі дейді. Біріншісі, дәретке іштей ниет ету. Ішімізде ниет етеміз дәрет алатын кезінде. Екінші, дәрет алмастан бұрын қолын білегіне дейін жуу. Мына жерге дейін. Дәретті аузу бисмилламен бастау. Яғни дәрет аларда аузу биллахи минаш шайтанир ражим бисмиллахи рахманир рахим деп айту. Жағы қолды шынтаққа дейін. Ауыз бен мұрынды шаю дейді. Бірінші ауызды, одан кейін аузымызды, мұрнымызды, одан кейін оң қолымызбен не қыламыз? Тартамыз, соң қолымызбен сіңіріп тастаймыз. Және де оң қолымызбен аузымызға су толтырамыз. Содан кейін мисуак қолдану. Мисуак дегенді білесіздер, аузымыздың тісін тазалайтын. Дәретте жуылуы тиіс ағзаларды рет-ретімен жуу. Бұның барлығы сүннет өтіп жатқанымыз. Яғни алдымен қолды жуу, содан соң рет-ретімен бетті, екі білекті, шынтағымен бірге басты, аяқты жуу. Дәрет алу ағзаларын жуғанда оңынан бастау, оң қолдан бастау. Алдымен оң қолды жуып, содан кейін сол қолды жуу. Оң аяқты жуып, содан кейін сол аяқты жуу. Сегізіншісі, дәретте жуылатын ағзаларды 3 реттен жуу. 3 реттен жуамыз. Бірінші жуу парыз болса, екінші және үшінші рет жуу сүннет дейді. Яғни парыз, бір рет жусақ парыз, екі рет, үшінші рет қосып жуатын болса, ол сүннет болады екен. 9-шысы, қол жуу және аяқ саусақтарының арасын салалап жуу, яғни жақсылап жуу, қалып кетпеу керек. 10-шы, сақалды салалау. Сақал тығыз болса, қолын сақалының арасына кіргізіп, жоғары қарай тартып салалау керек. Бұл енді ерлерге арналған. Қысқа сирек сақалдың арасына су оңай кіретіндіктен жуу жеткілікті дейді. Және де 11-ші, басына толық масих жасау дейді. Толығымен масих жасау. Және де құлақ пен мойынға масих тарту дейді. Оны енді әйел адамбыз біз. Бұлайнан жасап, одан кейін бұлайнан
Бұлайынан бүйтеміз. О деген құлақпен бұлайынан істеп, бұлайынан артынан тазалап шығамыз, иә? Құлақпен мойынға масих тарту және 13-ші дәрет мүшелерін жуғанда араларын үзбестен жуу. Арасы ұзап қап кетпеу керек та, біреуге сөйлеп, дәрет алғанда біреуге сөйлеуге болмайды, білесіздер, иә? Яғни рет-ретімен жуып шығу. Жақсылап жуып шығу, бір жері қалып кетпеу керек. Яғни бірі құрғамай жатып, екінші мүшені жуу дейді. Түсіндік қой, құрғап қалмау керек та. Одна задним жуымыз керек барлығын. Жоғарыдағы сүннеттердің біреуі немесе бірнеше орындалмаса, дәрет дұрыс болады, бірақ сауабы кем болады дейді. Түсіндік қой. Егерде арасындағылар орындалмай қалса, жаңағы сүннет амалдың сауабы кем болады дейді да. Бірақ ол дұрыс болады, бірақ сауабы кем болады. Мысалға, сіз бір рет парыз дедік, осы бір рет парызды жуып, мысалға 2 рет жудық, иә? Үшіншісін жуған жоқпыз. Сонда біз бір парызбенен бір сүннетті орындадық та, ары қарай үшінші сүннетті орындамадық. Ол және жаңағы дұрыс болады, бірақтан сауабы кем болады. Сондықтан бүкіл жаңағы сауабының барлығын, сүннет амалының барлығын қосып дәрет алғанға не жетсін. Мен мысалға өзім дәрет алған кезде жаздың күні. Шынтақ емес, мына жерге дейін жуамын. Қосымша. Одан кейін мысалы аяғымды қызыл асықтан жоғары тізеге дейін жуамын. Жаз болса да. Дәретті бұзатын нәрселерге келдік. Осыған нақты тоқталайық. Осыны сақтап алайық. Ең біріншісі үлкен және кіші дәретке отыру. Оны білеміз, иә? Екінші жел шығару. Үшінші дененің кез келген жерінен қан немесе іріңнің шығып айналасына жайылуы. Қан шықса, ірің шықса, ол болмайды, дұрыс емес, дәрет бұзылады екен. Түкірігінің жартысына немесе көпшілігіне қан араласу дейді. Бесіншісі аузы толып құсу, дәретті бұзады. Алтыншысы намазда дауыстап күлу дейді. Бұның несі бар, жалғасы бар. Жандағы адамға естілгендей етіп күлу намазбен қоса дәретті де бұзады. Алдыңғы сабақтарда біз намазды нелер бұзады, намаз оқып жатқан кезде. Ішіндегі парыздарын, сыртқы парыздарын оқыдық, өткен болатынбыз. Соның ішіне намаз оқып тұрып дауыстап күлу. Жандағы адамға дауысы қатты естілетіндегі күлуді айтқан болатынбыз. Сол да намаздың дәретін бұзады дейді. Дәретіміз бұзады. Жетінші, ақыл есінен алжасу және талып қалу дейді. Есін білмейді, ақыл есіне адасып қалған және талып қалу дәретті бұзады дейді. Сегізіншісі, бір нәрсеге сүйеніп, немесе жантайып, айналасындағы дыбыстары естілетіндей күйде ұйықтау дәретті бұзады. Яғни, бір жерде отырыс дәретіңізді алдыңыз, бір кішкене уақыт бар, бір жерге жантайып кішкене бүйтіп отырып қалыңыз, байқамай ұйықтап кеттіңіз. Көзіңіз ілініп кетті, бірақ барлық жерді естіп жатсыз. Анау сөйлеп жатыр, анау ары-бері жүр, бірақ көзіңіз ілініп кетті. Ондай болады ғой бізде, иә? Сол дәретті бұзады дейді. Себебі бұлай беріліп ұйықтаған жағдайда денеден жел шығу ықтималы бар дейді. Жел шығып кетсе дәрет бұзылады. Біз ұйықтап жатқан кезінде білмейміз ғой, жел шығып кетті ма, шығып кетпеді ма, иә? Алайда отырған жеріне жақсылап орнығып, еш нәрсеге сүйенбей немесе намазға тұрғанда рукухте және сәждеде ұйықтаса, тіпті намаздан тыс осылайша ұйықтаса, дәретті бұзылмайды дейді. Яғни жантайып бір жерге сүйенбеу керек та. Егер де сіз айтып жатыр ғой, мына рукухте немесе сәждеде ұйықтаса, тіпті намазда тыс осылайша ұйықтаса, дәреті бұзылмайды. Өйткені сіз намаз оқып жатқанда ештеңеге сіз сүйеніп жатқан жоқсыз, жантайып жатқан жоқсыз дейді. Намазда кейде ұйықтап қалатын әдеттеріміз болады ғой, иә? Соны айтып жатыр. 9-шысы жыныстық қатынаста болу дейді. Ол кезде ғұсыл алу шарт дейді. Осы дәреттің нелерін өттік, әлі алда сабақтарымыз, тақырыптарымыз өте көп. Маған өте көп осындай сабақ өтіңіз деген ұсыныстар өте көп. Енді Алланың қалауымен мен үлгергенімше осыны тақырыпқа келіп жатырмын, жайлап.
Мен Корея елінде болғанда бір оқиғамды айтып берейін. Осы неге қатысты. Сүннет амалына қатысты. Сол енді намазды бастап үйреніп жатқан қыз еді. Сол маған айтты. Бисмилла, кешіріңіздер, су ішіп алайын. Сол қыз менен сұрақ қойды да, Айнұр, осы сүннет дегенді түсіндірші маған деп. Не ол фарыз сүннет деген деп. Сосын мен фарызды Аллах Тағала берген, оны сен орындауға міндеттісің. Ал енді сүннетке келетін болсақ, сүннет амалды орындап, біз иншалла жаңа ғана айтып жатты, көп сауапқа кенелеміз деп. Содан кейін соны айттым. Содан кейін мысалға келтіріп өзіне түсіндіріп айттым да. Мысалға дедім, сіздің алдыңызда ұзақ жол тұр. Ұзақ, сіз көзіңізбен түбін көріп тұрған жоқсыз, білмейсіз әлі қай жерге дейін баратыныңызды. Бірақ жолдың бәрі ойық, жаңағы ямалар бар, неше түрлі қотырлар бар, ішінде су, былжық бәрі бар. Түзу жол да бар ішінде, енді жолдың бәрі бар да ішінде жол. Сол жолда сіз анау жерге жетуіңіз керек, бірақ сіз білмейсіз қай жерге жету керек екенін, бірақ түзу кете бересіз. Сөйтіп қолыңызда дедім 2-литровая банка дедім. Или литровая банка. Соның ішінде сүт бар дедім, кәдімгі сүт. Сіз сол сүтті ұстап алып, басында қақпағы жоқ, тек қана банка, ішінде сүт бар. Соны дедім, анау сол қотыр, мотыр, яма, былшық, су, сол жолдармен бірге сіз сол сүтті төкпей апара аласыз ба дедім. Төкпей. Ол төгіліп кетпеу керек. Соны апара аласыз ба дедім. Жоқ деді. Яғни сіз ойға барам дегенше ана сүтіңіз таусылады. Банкаңызда сынып бітеді қолыңыздағы. Соны айттым. Бетіндегі крышкасын жапсаңыз, сіз қалай алып барасыз? Егер бетіндегі крышкасы болса, сіз банканы бүтін алып барасыз. Ішінде шашылады ол, бірақ сыртқа шашылып кетпейді. Жаңағы банка. Ішіндегі сүті, ішінде сол күйі тұрады. Қолыңызда банкасымен қалаған жеріңізге барып жетесіз. Яғни мен мысалға келтіріп айттым да ол қызға. Мына крышка дедім. Сіз крышкасыз барамайсың, крышканы дедім. Мысалға келтіріп жаттым да, андай алып кететін сөз болып, мынау қыз дұрыс емес айтып жатыр деп айтып жүрмеңіздер. Мен мысалға келтіріп, сол қыз содан кейін түсінді да. Мына крышка сүннет дедім. Мына қолыңыздағы фарыз дедім. Мына ішіңіздегі сүт, сіздің полный құлшылығыңыз дедім. Намаз, ішінде ораза бәрі бар. Сіз соны оразаны, сол құлшылықты полный Алланың алдына апаруыңыз керек. Төкпей, шашпай. Енді сол оны шашырып, прям бір періште адам жоқ қой енді да. Мысалға, күнәсіз адам жоқ қой. Ол міндетті түрде шашылады, шайқалады. Бірақ сол белгілі бір қабы болса, ол қабы біздің сүннет ол. Себебі мысалға, бізге Аллах Тағала фарыз еткен. Маған сұрақтар келіп жатады, фарызын ғана оқысақ бола ма деп намаздың. Ертең біз қиямет күніне барған кезде, біздің ең бірінші намаздан сұралады екенбіз. Сол кезде намаздан ең бірінші бізде фарыз намазымыз тексереді. Сол кезде егерде біздің фарыз намазымызда қате кемшіліктер болса, ол жарамаса фарыз намазы. Сол кезде сүннет амалдарын тексеріңдер деп айтады екен. Сүннет намаздарын. Яғни, жаңағы бізге Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен сүннет амалдары. Мысалға, бамдат намазы 2 ракат фарыз, одан кейін 2 ракат сүннат деп айтып тұр. 5 намазда 4 ракат сүннат, 4 ракат фарыз, 2 ракат сүннат. Яғни бұл жерде 4 ракат сүннат, 2 ракат сүннат бар да. Асыр намазда 4 ракат фарыз, ақшам намазда 3 ракат фарыз, одан кейін 2 ракат сүннат. Егерде сіз тек қана сол ақшам намазын 3 ракат фарызын ғана оқып жүрсеңіз, тек қана фарызын ғана оқып жүрсеңіз, сұрақ, сіз уверенсіз ба, 100% сол сіздің намазыңыз қабыл болатынын оқыдыңыз ба? Енді біз күнәсіз адам жоқ қой. Барлығымыз біз қанша оқығанменен по-любому қателер болады, ішінде кемшіліктер болады. Біз өзі кемшіліксіз адам жоқ. Кемшіліксіздегі субханалла, Аллах Тағала ғана. Бүткіл кемшіліктен пәк ол Алла ғана, субханалла.
Сондықтан бізге Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны біліп, сүннет амалдарын қосып кеткен. Намазға, нәпіл намаздары, нәпіл оразалардың барлығы, соның барлығы сүннет амал болып есептеледі. Соны егерде содан кейін сүннет амалымызды, сүннет намаздарымыз тексереді екен, сүннет амалдарымыз тексереді қосымша. Сол кезде сол біздің фард намазымыздың араларын бит жауып кетеді екен сүннет амалдарымыз. Сол үшін сүннет амалдарын біз үнемі қолданып жүруіміз керек. Және де нәпіл намазы, тахаджуд намазы көп қой. Мысалға, сіз азаннан кешке дейін, мысалға, ақшам намаздан кейін 2 ракат қосып оқысаңыз болады. Қалаған намазыңыздан кейін нәпіл намазын қосып оқысаңыз болады. Мен өзім көбінесе ақшам намаздан кейін иногда 2 ракат нәпіл намазын оқып аламын. Сол сияқты нәпіл намазы көбірек оқуымыз керек. Себебі ертең біз намаздан сұраламыз, біз намазымыз ертең есептейді, сол кезде біз түгел болу керек, Алланың қалауымен. Содан кейін мен жаңа қызға осылайдан түсіндірдім. Одан кейін ол қыз түсінді. Біз сүннетсіз болмайды екенбіз, мұсылман емес екенбіз. Мұсылманбыз, бірақтан жартылай. Себебі ертең барған кезде біз сұраламыз ғой. Сол кезде біз ертең абыройымыз шашылып отырмасын, сол үшін сүннет амалын біз орындап жүруіміз керек екен. Үнемі. Яғни нәпіл намаздар да бар, нәпіл оразалар да бар. Оразадан бөлек, ораза айынан бөлек нәпіл оразалар бар. Мысалға, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам понедельник күні мен четверг күні ауыз бекіткен. Соларды ұстансақ болады. Тек понедельник, четверг. Үнемі апта сайын соны ауыз бекітіп жүрген нәпіл ораза. Иншалла, Аллах Тағала сол нәпіл оразаларға, нәпіл намаздарға келуімізді Аллах Тағала нәсіп етсін. Бұл өміріміз біздің қолымызда, құлшылық біздің қолымызда. Құлшылықты жеткізу, құлшылығымызды көркейту ол біздің қолымызда. Аллах Тағала бізге беріп қойған нәпіл намаз, нәпіл ораза, сүннет амалдарын барлығын беріп қойған. Өзі біз ислам деген керемет қой, акциялар үнемі болып жатады, постоянно. Сондықтан солардың бәрін қолданып құр қалмауымыз керек. Осы біз акция десе жүгіріп барамыз, мысалы телевизорда мысалға 50 000 теңге беріп жатыр, дәу плазменный телевизор десе біз жүгіреміз. Бұл жерде не только телевизор, бұл жерде жәннат беріп жатыр, жәннат. Өмір бақи жәннатта жүресің, фирдаус жәннатта, иншалла. Аллах Тағала нәсіп етсін. Біздің осы көбінесе орындалмайтын, осы өмірде біз қолымыздан келмейтін, орындай алмайтын нелеріміз бар ғой. Ондай бәрімізде болады. Сонымен ішімнен ойлаймын да, ничего, иншалла, Аллах Тағала жәннатты нәсіп етсін, сол кезде істейміз. Осы өмірде істей алмаған нәрсемді сол жерде істеймін деймін да мен. Ондай әйел адамдардың ішінде көп қой негізінде, біз өз ішімізде тола ғой ондай нәрсенің барлығы. Бір жағынан Аллах Тағала қысса, бір жағынан береді да. Сондықтан бай адамдардың өздеріне де бір жағынан қысылып тұрады. Ақшалар бар болғанменен да. Сондықтан барлығымызда бір минустан болады. Себебі Аллах Тағала бізді сынайды сол нәрсемен. Біз соған не дер екен деп, біз соған шүкір қылуымыз керек екен. Альхамдулилля деуіміз керек екен. Аллаға шүкірлер болсын деп шүкір етуіміз керек екен. Осымен менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер. Лайк басып, комментарий жазып тұрыңыздар. Үлкен рахмет менің подписчиктеріме, үлкен рахмет апаларыма. Особенно өйткені көпшілігі менің апаларым. Алла разы болсын. Сіздерге Аллах Тағалам дұға тілектеріңізді қабыл қылып, ұл қыздарыңыздың бақытын, рахатын көріп, иншалла, солардың ұл қыздарыңыздың, перзенттеріңіздің барлығы намазхан ұрпақтардан болуын Аллах Тағалам нәсіп етсін. Намаз оқымай жүрген болса, намаз оқуын нәсіп етсін Аллах Тағалам. Иншалла, және де ертең осы өмірден кеткен кезімізде шын жүрекпен айтылған кәлима болсын. Иншалла, барлығымызда. Содан кейін Аллах Тағалам фирдаус жәннатты нәсіп етіп, сол жерде жүздесуімізді Аллах Тағалам нәсіп етсін. Нұрланып тұрған жүзімізбен Аллах Тағала жүздесуімізді нәсіп етсін Аллах Тағалам. Мына ислам діні адамды мейірімді қылады. Мейірімді боласыз ислам дінімен. Бүгін маған TikTok каналым бар, білесіздер, сол жерде бір қыз жазыпты, менің күйеуім орыс.
біраз болды, біраз жыл болып қалды. Ол жаңа ислам дінін қабылдап 5 уақыт намазын оқып жатыр деп. Машаллах, мен қуандым. Сөйтіп айтып, жаңағы жауабын жазып жібердім. Машаллах деп. Біздің қазақтарда бар 5 уақыт намазын оқымай жүрген, мұсылман бола тұра. Соларға айттым, осы орыстардан үлгі алыңыздар деп. Мәселе орыстың сөйтсе маған жазып жіберіпті. Қойшы, ол орыс қой деп ше. Мәселе бұл жерде орыс емес, бұл жерде басқа дін өкілі, басқа ұлттың адамы, мұсылман емес, ислам дінін қабылдап 5 уақыт намазын оқып жатыр. Қазақтар мұсылман бола тұра, қазақ бола тұра, соның бәрін түсіне тұра 5 уақыт намаз оқымайды. Мен соны айтып тұрмын. Және де біз мұсылман болғаннан кейін біз ұлтшыл болмауымыз керек. Анау мынандай, мынау мынандай, анау мынандай, анандай ұлт, ананы қойшы, анандай ұлт демеуіміз керек. Себебі ол біздің жүрегімізде дақ болып қалады. Ана өзбек, ана орыс, анау татар деп бүйтіп бөлмеуіміз керек. Себебі барлығын Аллах Тағала жаратқан. Және де осы жерде бір есіме түскен жақсы болды. Анау кәпір, точно айтам, анау кәпір деп айтпаңыздар, көздеріңіз жетпегенше. Алланың өзі біледі, оның кәпір ма, кәпір емес па, Алланың өзі шешіп алады. Сондықтан үйтіп айтпаңыздар. Ләждің барынша біз мұсылманбыз. Ләждің барынша Аллаға қарсы келген кәпірлермен біз немізді, яғни атеистермен біз ара қатынасымызды үземіз, араласпаймыз, болды. Қалғанда біздің шаруамыз болмасын, Аллах Тағала өзі көріп тұр. Кәпір ма, кәпір емес па, оны Аллах Тағала өзі көріп тұрғаннан кейін өзі ертең жазасын береді, сауабын беріп жатады барлығымызға, иншалла. Сондықтан анау кәпір, мынау кәпір, ой, мен оны білем, ол мынандай деп әңгімеміз айтпай қояйық. Себебі біз мұсылманбыз, ол жүректі құртады. Біреу туралы бірдеңе айту, жаман айту, жаман арамы ой айту, ол жүрегімізді құртады. Шынайы мұсылман болам десеңіздер, шын жүрекпен. Мынау жүректегі біреуді жеп көру, біреуді бірдеңе деп ғайбат айтып, өсек айту дегенді алып тастайық. Ол дұрыс емес. Естіп отырсақ сол жерде тоқтатайық. Біреулер айтып отырса айтайық. Айтпаңдар, сол адам, любой адам жақсылығы болады. Сол адам жақсылығын айт сен деп. Келесі кездескенше менің каналымда сау саламат болыңыздар. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беріп жатамын. Сау саламат болыңыздар.